Диалогтың бүгінгі қонағы Бақытжан Бұхарбай, саясаттанушы, қазақстандық жазушы, баспагер, қазақ тілді Forbes Қазақстан журналының бас редакторы. Настольная книга бизнесмена, күміс кітап және басқа да қазақ және орыс тілді кітаптардың авторы. Бақытжанның баспасы қазақстандық авторлардың кітаптарынан бөлек әлемдік бестселлерді аударып шығарады. Бақытжан мырза, осыдан 2 жыл уақыт бұрын сіз қазіргі мемлекет басшысына президент атты кітап жаздыңыз. Қазіргі президент сайлауы қарсаңында сол кітаптың ішінде қандай месседждер өзекті деп ойлайсыз? Сұрағыңызға рахмет, Әсем. Ол кітап белгілі бір жағдайға байланып жазылған жоқ, сондықтан ол туындыда көтерілген мәселелердің өзектілігі біраз жерге, біраз уақытқа жетеді деп ойлаймын. Соның ішінде ең маңызды тақырыптардың бірі ол институттарды қалыптастыру. Институт дегенде бұл жерде білім беретін орда емес, институттар, мысалға, мықты парламент болу керек, мықты сот жүйесі болу керек, мықты азаматтық қоғам болу керек дегендей месседжер қамтылған еді. Әрине, оның барлығын бір мезетте өзгерту мүмкін емес, бірақ біз қазіргі контекстке сай, қазіргі геосаяси жағдайға сай, басшылық тарапынан да әйтеуір өзгерістер болып жатқанын аңғарудамыз. Соның ішінде Тоқаев мырзаның да айтатыны парламентті күшейту, мықты парламент болу керек дейді. Енді біз білеміз ғой, алдағы жыл парламент сайлауы болады демек. Осы бағытта да бір өзгерістер болып жатыр деп ойлаймын. Бірақ әрине қазақ қоғамы үшін институттар әрдайым аз болмайды, мықты институттар көп болу керек. Демократия ешқашан аз болмайды, көбірек болу керек дегендей. Бірақ соған қарамастан өзіміздің еліміздің спецификасында ескеруіміз керек. Дәстүріміз бар, басқасы бар дегендей. Бірақ демократиялы, азаматтық қоғамы дамыған ел болсақ, бұл қазіргі президенттің де, қазіргі қоғамның да үлкен жеңісі болар еді. Сондай-ақ сіз қарысыз қазақ, күнкөрістен кет, байлыққа жет атты бизнес мотивациялық кітаптарында авторсыз. Бұл кітаптар кәсіпкерлікке не береді? Мен жалпы осы күнге дейін 9 кітаптың авторымын деп айтуға болады. Алғашқы кітаптар ғылыми монографиялар. Оны көпшілік біле бермейді. Мына күміс кітаптан бастап менің кітаптарым таныла басталды. Атының өзі ерекше. Күнкөрістен кет, байлыққа жет. Иә. Бұл атауды қойған себебім, енді бір танысым бар, кәсіпкер жігіт, сол кезде айтушы еді, мен бір үлкен кәсіпкерге кіріп, өзімнің бизнес жоспарымды ұсындым, инвестиция сұрадым дейді, сонда қарап отырып, мынау сенікі бизнес емес қой, күнкөріс деп айтты дейді, сонда масштабың кішкене енді кемсітіп айтып тұрғаны ғой. Сонда күнкөріс бизнес деген терминді сол жігіт бірінші рет айтып қалып еді. Үлкен бизнес емес, әйтеуір күнкөріс үшін жасалып жүрген. Сол месседжді менің кітабымда қолдандым. Күнкөрістен кет, байлыққа жет деп басында көп іздендік. Ал енді қарысыз қазаққа келетін болсақ, бұл менің ең сондай бір мақтан тұтатын жобаларымның бірі. Өйткені бұны мен 20-шы жылы карантин кезінде дайындадым бұл жобаны. Бірінші бөлімі қарызға кіруден сақтайтын әдеттер жайында, екінші бөлімі қарызға кіріп кетсең одан қалай шығу керек. Екінші бөлімді жазушы, мысалға, Бағлан Абдраим деген азаматымыздың тәжірибесіне сүйендік. Сосын үшінші бөлім ол сұхбаттар. Ішінде исламтанушы бар, ішінде микроқаржы ұйымының басшысы бар, ішінде еріктілері бар, ішінде заңгерлері бар, сот орындаушысы бар. Қарызға әртүрлі көзқарас. Әр позицияны жеткізуге тырыстық. Және бұл кітапты тек кітап дүкендерінде ғана емес, сонымен қатар мешіттерге тарату әу бастан ниетім болды сондай. Өйткені енді кітап дүкендеріне кітап оқитын дайын адам барады. Ал енді несиенің қамытын көріп жүрген адамдар ол бара бермейді. Мысалы, мешітке барып жатса, сол жерде кітап сөресінде тұрса, соның өзі игі деп нәтиже көріп жатырмыз. Бірталай адам жазады, кітабыңызға рахмет, түсініп жатырмыз деген. Көмек берді дегені. Бір адамға да көмек бере алсақ, мәселен, бір адам қарызынан құтылса, оның отбасына береке келеді. Өйткені ол, мысалға, миын жеп жүрген тақырып ол қарыз болса, ол тақырып алаңдатпайтын болса, ол өзінің әйеліне көбірек уақыт бөле алады, өзінің бала шағасының тәрбиесіне көбірек уақыт бөле алады. Бұның өзі үлкен жеңіс. Бұл негізі осындай бір идеологиялық жұмыс біздің тарапымыздан атқарылып жатқан. Рахмет. Сіз өзіңіз бірнеше жыл журналистика саласында жұмыс атқардыңыз. Атқарып келесіз, иә. Ал баспалық іске қашан бет бұрдыңыз? Не түрткі болды? 16-шы жылы келдім, өйткені 16-шы жылы күміс кітабым шықты менің. Күміс кітап 2,5 айдың ішінде тез сатылып кетіп, бестселлерге айналды. Әлі күнге дейін өзінің жолын өзі салып өмір сүріп келе жатқан кітап. Бірталай азаматымыз, танымал тұлғаларымыз, ағаларымыз, апаларымыз рецензияда берді.
сол кезде көзім жеткені, ол қалай 2 айдың ішінде тез сатылып кетті. Енді 1000 дана, ол сондай бір көп емес десе де, 2 айда кетіп қалуы ол жақсы көрсеткіш. Әрине. Сосын мен ойладым, бізде заманауи әдебиетке сұраныс бар. Демек, мен осыны қалдырмайын, ары қарай жалғастырайын. Бүгін кітап авторы болсам, енді тек өзімнің кітабым емес, сонымен қатар басқалардың да кітабын шығарайын. Қоғамға қазіргі оқырманды қалыптастыруға керек әдеби жобаларды да қолға алайын деп, баспагерлік моделі болсын деп, мінекей осылай осы бағытты таңдап, жария етіп, мінекей мен жолымды таптым, енді мен баспагермін деп. Содан кейін біздің үлгімізге сүйеніп, ары қарай ізімізді жалғастырып, басқа да баспагерлер шықты, әріптестерім бар. Бұның тағы екінші тұсы бар, бұл алашордалықтардың салып кеткен жолы. Бұл үлкен мотивация беретін жол әрбір қазаққа, өйткені олардың өмір сүрген заманы 100 жыл бұрынғы заман, бірақ қиын қыстау, өте қиын ауыр заманда өмір сүрсе де, түрмеде отырса да, әрқайсысы кітап жаза алмасақ та, қазір белсенді бола алмасақ та, балаларға болса да бір ертегі аударып кетейік деген ниетте болған тұлғалар да, үлкен тұлғалар. Міне солардың үлгісі де, мәселен, үлкен арқау, үлкен мотивация. Сол бізде жалғап кетсек, олар қиын кезеңнің өзіне әрқайсысы бір кітаптан қалдырды. Бізге көбірек кітап қалдыруға не кедергі? Міне осындай бір ойлар болды енді, ол қаншалықты сондай бір қазіргі заманның талаптарына сай екен білмеймін, бірақ енді өзімнің жолымды осылай көремін мен. Қазіргі заманның кішігірім Ахмет Байтұрсынов отыр осы жерде деп айтсақ болады. Енді осындай бағаны ұрпақтар беріп жатса, әрине жақсы болушы еді. Бірақ енді өзімізге ондай баға бере алмаймыз ғой. Біздікі олармен салыстырғанда бір тырнақтың ұшына татитын еңбек шығар. Сондықтан көреміз енді уақыттың еншісінде. Сіздің ойыңызша, қазақстандықтар кітап оқитын жалпы халыққа жата ма? Және де қазіргі заманның ұрпағы, телефонға телмірген ұрпақты қалай кітап оқуға құштарлығын оятамыз? Қызығушылығын қалай оятамыз? 100% кітап оқитын қоғам жоқ деп ойлаймын өзім. Және біз ондай бекерге қуатты шашырап тастайтын идеалдарға ұмтылудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Кез келген қоғамды алсақ, тіптен дамыған қоғамдар болсын, 100% еш жерде кітап оқымайды. Бірақ енді бір мәселе, бізде аз оқыса, басқа елдерде көбірек оқуы мүмкін. Не үшін көбірек оқиды? Өйткені қажеттілік бар. Егер сен тіптен бір мынандай статистика бар да, рас өтірігін білмеймін, Бразилияда түрмелерде егер сен бір кітап оқысаң, бір күнің азая береді екен былай. Демек сен өзіңнің еркіндікке, бостандыққа шығатын күнің жақындата бересің дегендей. Бұл өте жақсы практика. Енді ол бір жағын сауатын ашады олардың. Дұрыс емес мысал шығар, бірақ қоғамдарда қажеттілік бар. Егер сен білімің көбірек болса, саған ұсынылатын жұмыс айлықта арта түседі дегендей. Біз сондай қажеттілік қалыптастырсақ, кітап оқу ол тек еріккеннің шаруасы емес, кітап оқу ол тек ермек үшін емес, сонымен қатар сенің бұл дүние танымын кеңейтеді, біліміңді шыңдайды. Демек сен кәсіби тұрғыдан да, біліктілік тұрғыдан да, адами тұрғыдан да дамисың. Бәсекеге қабілеттілігің арта түседі. Демек табысыңды арта түседі. Айналаға беретін импакттың әсеріңде арта түсетіне осыған көз жеткізе алсақ, онда әрине ол оқиды. Бұлай мәжбүрлеп оқу ол болмайтын нәрсе. Сіздің көзіңізбен жаңа Қазақстан қандай болу керек? Біз енді жаңару керек екеніміз ол анық нәрсе. Өйткені жаңармайтын қоғам ол құрдымға кететін қоғам. Біз енді біраз уақыт бір орында тұрып қалдық. Өзгерістер аз болды, алға жылжу аз болды, жеткіліксіз болды дегендей. Енді жаңа Қазақстан концептуалды тұрғыда керек, бірақ нақтылық бірге жүру керек деп ойлаймын. Өйткені көп адам жаңа Қазақстан десе не екенін біліңкіремейді. Біз осы күнге дейін тек бір анықтама алдық, ол әділетті Қазақстан болу керек деген. Онымен де келісуге болады. Өйткені әділетсіздік көріп жүр біздің азаматтарымыз. Сотқа барса, мәселесі шешілмей қалады. Бәрімізге айқын нәрсе ғой, мына жерде оны тарқатып айта берудің де қажеті жоқ, бірақ соның өзінде бір нақтылық керек деп ойлаймын. Әсіресе мына институттарға қатысты, мықты парламент, мықты сот жүйесі, тәуелсіз сот жүйесі, жаңағы жүгінген азаматтар мәселесі шешіліп жатса, қоғамда жемқорлық жойылып жатса, немесе мысалға біз көптеген жаман көрсеткіш бойынша көшбасшымыз, мысалға балалар арасында өз-өзіне қол салу мәселесі бар, суицид мәселесі бар. Соны жеңіп жатсақ, немесе айта берсе көп. Міне осындай нақты көрсеткіштер болса, ең бастысы біз азаматтардың өмірі жайлы болатындай. Азаматтар көп уақытын жаңағы қарыздың қамытынан қалай арыламын емес, балама қалай көбірек уақыттарын аямын, немесе артылған бойымдағы қуатты қоғамға қалай бере алам. Міне осындай күйге жететіндей болса жаңа Қазақстан, онда бұл өте дұрыс бастама болады. Ал егер жай ғана міне жаңа Қазақстан, жаңа қайтадан ұранға айналдырып алсақ, онда біз одан ештеңе ұтпаймыз. Бақытжан мырза, сұхбатыңызға көп рахмет, күніңіз сәтті өтсін. Өз күшіне сенбеген халықта адамда ешқашан өмір бәйгесін ала алмайды. Әлихан Бөкейханов. Ендеше өмір бәйгесінде тұлпарларыңыз жүйрік болсын, құрметті көрермен. Кездескенше аман сау болыңыздар.